Шли немене, қытайша сөз ба? Жоқ, қытайша емес. Шымкент тілінде осындай шли деген сөз бар. Шли. Дұрыс. Ағай, шли деген не мағына береді? Бұл шли деген сөз орыстардың прям деген сөзінің орнына қолданады. Мысалға айтады ғой, прям ондай емес шығар енді дейді ғой. Сол прямның орнына шлиді қосып, шли ондай емес шығар енді дейді. Келесі сөз дәңгәл. Ол қандай сөз тағы? Нақты деген сөздің орнына осы дәңгәл деген сөзді шымкенттіктер қолданады. Мысалы саудаласқанда нақты қаншаға бересің дейді ғой, ал шымкенттіктер болса дәңгәл қаншаға бересің деп айтады. Неға ағай, сағат қанша болды? Сағат 2:30 болды. Дәңгәлі қанша? 2-ден 33 кетті. Шли немене, қытайша сөз ба? Жоқ, қытайша емес. Шымкент тілінде осындай шли деген сөз бар. Шли. Дұрыс. Ағай, шли деген не мағына береді? Бұл шли деген сөз орыстардың прям деген сөзінің орнына қолданады. Мысалға айтады ғой, прям ондай емес шығар енді дейді ғой. Сол прямның орнына шлиді қосып, шли ондай емес шығар енді дейді. Келесі сөз дәңгәл. Ол қандай сөз тағы? Нақты деген сөздің орнына осы дәңгәл деген сөзді шымкенттіктер қолданады. Мысалы саудаласқанда нақты қаншаға бересің дейді ғой, ал шымкенттіктер болса дәңгәлі қаншаға бересің деп айтады. Неға ағай, сағат қанша болды? Сағат 2:30 болды. Дәңгәлі қанша? 2-ден 33 кетті.